Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Біз сіздермен бүгін сұраныс теориясын қарастыратын боламыз. Сұраныс теориясы микроэкономиканың бір саласының теориясының бірі болып табылады, және ол тұтынушының іс-әрекетін түсіндіреді. Ең алдымен сұраныс көлемі не екенін түсініп алайық. Сұраныс көлемі дегеніміз бұл тұтынушының белгілі бір нақты бағамен сатып алуға дайын өнім көлемін айтамыз. Сұраныс заңы дегеніміз тауар бағасы мен сол тауарға деген сұраныс көлемі арасындағы кері тәуелділікті айтамыз. Бұл дегеніміз не? Егер де тауардың бағасы қымбаттаған кезде, тұтынушы бұл тауардың аз көлемін сатып алады. Тауар бағасы керісінше арзандаған кезде, тұтынушы бұл тауардың көп көлемін сатып алу мүмкіндігіне ие болады. Осы заңдылықты сұраныс заңы деп атаймыз. Және де біз сұраныс көлемін QD деп белгілейміз. Ағылшын тіліне quantity demanded деген сөзінен аударылғандықтан QD деп белгілейміз. Бағаны ағылшын тіліндегі price сөзінен аударма болғандықтан біз PR мен белгілейміз. Мысал ретінде қарастыратын болсақ, айтайық, студенттің қолында 1000 теңге бар деп есептейік. Және де сникерс шоколадының нарығын қарастырайық. Сникерстің бағасы 100 теңге болған жағдайда студент өзінің 1000 теңгесіне 10 дана сникерс сатып ала алады. Тауар бағасы қымбаттаған сайын тауарға деген сұраныс көлемі кеми береді. Егер де сникерс бағасы 250 теңге болған жағдайда, студент 1000 теңгеге 4 дана сникерс сатып ала алады. Осы арасындағы тәуелділікті біз сұраныс заңы дейміз. Аталған кестедегі мәліметтер бойынша сұраныс қисығын салатын болсақ, біз графикте Y бағаны бойынша тауар бағасын белгілейміз. Ағылшын тілінде price, X бағаны бойынша, X өсі бойынша біз тауар сұраныс көлемін белгілейміз. Ағылшын тілінде quantity. 100 теңгеге студент 10 дана сникерс сатып ала алады. 150 теңге болған жағдайда студент 6 дана сникерс ала алады. 1000 теңгеге сникерстің бағасы 200 теңге болған жағдайда студент 5 дана сникерс сатып алса, сникерстің бағасы 250 теңгеге тең болған жағдайда студент 4 дана сникерс сатып ала алады. Осы нүктелерді біріктіру арқылы біз кемімелі сұраныс қисық сызығын аламыз, және сұраныс қисық сызығын біз D әрпімен белгілейміз, өйткені ағылшын тілінде demand сөзі аударғанда сұраныс деген мағынаны білдіреді. Демек, сұраныс қисық сызығының көлбеуі теріс көлбеулі болады. Сұраныс қисығы сатып алушылардың дәл осы уақытта әртүрлі бағамен тауардың қандай көлемін сатып ала алатындығын көрсететін қисық сызық.